Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін біз сіздермен үгілмелі алмалы меренгалы пирог дайындайтын боламыз. Алманы жақсы көретін жандар үшін таптырмас ерекше пирогтардың бірі. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де жасап көріңіздер, және де каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастайық. Ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жылы сары майымызды және де қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Екеуі біріккенше жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін жұмыртқаны сарысы мен ағынан бөліп, жұмыртқаның сарысын осы массамызға қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлеп жібереміз біркелкі болғанша. Кейін силиконды лопаткамыздың көмегімен шет-шетін жинап, електен өткізілген ұнымызды және де қопсытқышымызды қосып, бастапқыда осындай лопаткамыздың көмегімен кішкене араластырып аламыз. Кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Барлық қажетті заттарды және де мөлшерлерімен бірге видеоның астына описание бөліміне тастап кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міне бізде осында қамыр болуы қажет. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін, кішірек бөлігін салафан қалташасына салып, морозилкаға қоятын боламыз, кішкене қатыңқырау үшін. Тезірек қату үшін осылаймен кішкене жалпақтап алдым. Ал екінші бөлігін формамызға жайғастыратын боламыз. Мендегі форманың диаметрі 22 сантиметр. Осыған жұқалап, шет-шетіне бортиктарын шығарып, әдемілеп жайғастырып шығамыз. Енді ортасына салатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай алма қажет, 400 грамм. Осы алмаларды қабықтарынан ажыратып, терканың көмегімен осылай теркалап аламыз. Барлығын теркалап алғаннан кейін үстіне крахмал, кішкене ғана лимон қышқылын және қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте жаңағы 3 жұмыртқаның ағуызына шетінен құмшекерімізді сала отыра меренга дайындап алатын боламыз. Жақсылап миксердің бастапқы жылдамдығына дейін, қатты жылдамдыққа дейінгі аралықта осылай ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Біздің ағуыз салынған ыдысымыз және де миксерлейтін миксеріміздің венчиктары міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Міне осындай масса болған кезде үстінен 10 граммдай кукурузный крахмалымызды қосамыз да, тағы да кішкене миксерлеп жібереміз. Өз-өзін ұстайтындай осындай қалыпқа келген кезде тоқтатып миксерімізді. Енді дайындап қойған қамырымыздың үстіне бірінші алмалы массамызды саламыз. Кейін үстіне меренгамызды салып, тегістеп жайғастырамыз. Осы уақытта міндетті түрде газдарыңызды, яғни пештеріңізді ысытып дайындап қоюды ұмытпаңыздар. Бір тегіс етіп жайғастырып алғаннан кейін жаңағы екінші бөлік қамырымызды үкіштен өткізіп пирогымыздың үстін жабатын боламыз. Ашылып тұрған шеттерін осылай қолымызбен жабыңқырап жібереміз де 160-150 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Пісу уақыты сіздердің пештеріңізге де байланысты. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Пісіп шыққан кезде осылай үсті көтеріліп тұратын болады. Суыған кезде басылады. Суығаннан кейін барып қана формадан шешеміз де үстіне қалауыңызша осындай
қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Алманың орнына кез келген начинка қолдансаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.